Сәлем, менің құрметті көрерменім. Бүгін біз сіздермен құймақ дайындайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ажурные блинчики, өте жұқа, дәмі тіл үйіретін блинчиктерді бірге дайындайық. Ең алдымен жылы сүтімізге қантымызды, дрожжиімізді, сұйық майымызды, жұмыртқамызды салып барлығын біркелкі қылып араластырып аламыз. Және сол массамыздың үстіне ұнды біртіндеп аз мөлшерден салып отырамыз. Себебі әркімнің ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан, кейбіреуінікі сұйық болып кетуі мүмкін, кейбіреуі қою болып кетуі мүмкін. Сондықтан аз мөлшерден салып отырамыз. Ұнымызды толық салып болғаннан кейін, оның үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, араластырып 15 минутқа тындырып қоямыз. Егер де уақыт үнемдегіңіз келсе, венчикпен емес, миксермен араластырсаңыз болады. Және миксермен араластырсаңыз, мынандай комочектар да қалмайды. Егер венчикпен араластырып комочектар болып жатса, онда ситадан өткізіп алсаңыз дұрыс болады. Көріп тұрғандарыңыздай, массамыз тым қою да емес, тым сұйық та емес, орташа консистенцияда. Табамызды алдын ала қыздырып аламыз. Қызып тұрған табамызға осы массамызды құйып, екі жағын қызартып отырып пісіріп аламыз. Сұйық массамыз біткенше барлығын осылай пісіріп шығамыз. Блинінің шетін зубочисткамен осылай видеода көрсетілгендей етіп босатып алсаңыздар, тез аударылатын болады. Және өте ыңғайлы. Видеоны қарасаңыздар, міне блинчигіміз тесіге бізде ажурный блинчиктер шығып жатыр. Мынау бір жасағаннан шығады, жасап көріңіздер. Мен блинчиктардың барлығы пісіп шықты, қарасаңыздар. Бәрі тесік-тесік, ажурный блинчики прям қып-қызыл болып, екі жағы да әдемі болып пісіп шықты, жұп-жұқа. Сондай-ақ блинчиктарыңызды сгущенкамен, вареньемен ұсынсаңыздар болады. Менде сгущенка, міне осылай видеода көрсетілгендей етіп барлығын бүктеп, тарелкаға салып ұсындым. Жасап көріңіздер, комментарий қалдырыңыздар, лайк басып, менің каналыма тіркеліп, колокольчикті баса кетіңіздер, келесі видеоны жіберіп алмас үшін.